Сәлеметсіздер ме оқырмандар? 7 сынып қазақ әдебиеті пәнінен 2 тоқсан нөмірі 1 БЖБ жұмысы. Толғау 90 қызыл тіл бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Оқылатын шығарма Шортанбай Қанайұлы Зар заман өлеңі, Сүйінбай Аронұлы Сүйінбайдың қатағанмен айтысы. Оқу мақсаты шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдайды. Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау. Бағалау критерийі: білім алушы шығарма сюжетін жіктеп талдайды, шығармадағы автор бейнесін анықтайды. Ойлау дағдыларының деңгейі: жоғары деңгей дағдылары. Орындау уақыты 15-20 минут. Бірінші тапсырма: берілген өлең жолдарындағы ойды қазіргі күнмен сабақтастыра қарастырып, мазмұны жағынан салыстыра талдаңыз. Зар заман, зарлап өткен бір заман. Сөздің басы бисмиллах, біз айталық сіздің да. Мұсылманның тарихын төрт аяқты хайуан. Бұ дүниенің жарығы, бағасы кеткен жігіттің бетінен алар зайыбы. Бір алладан басқаның көпті қылған айыбы. Кесапаттың кесірі келеме деп керт басқа, сол себептен қорқамын. Әуелгі қорлар зор болды, сондай зорлар қор болды. Әуелгі барлар жоқ болды, сондай жоқтар тоқ болды. Жөн білмеген жамандар ел билеген бек болды. Көтере алмай билігін ұласқан үлкен кек болды. Ниетіне қазақтың тымақ тәуір еп болды. Заман ақыр болар деп сол себептен қорқамын. Мына заман қай заман, азулыға бар заман. Азусызға тар заман, тарлығының белгісі, жақсы жаннан түңілген, жаман малдан түңілген. Мұның өзі зар заман. Зарлығының белгісі, бір-бірлерін күндеген, жай-жайына жүрмеген. Мұның өзі тар заман. Тарлығының белгісі, мұсылманнан хал кетті, тәңірім болға деместен анты жұқпас бойына, әрне түсер ойына. Жалмауыз болды үлкенің, қазақ сенің сорыңа. Арқадан дәурен кеткен соң, қуғында борыш жеткен соң, тіпті амал жоқ қазақтар енді сенің торыңа. Бірінші тапсырма жауабы: өлеңде ақын заман көрінісі, қоғам, халық тұрмысы, ел өмірі, талауға түскен жер, қоныс мәселесін, отаршылар мен жергілікті әкімдердің озбырлығын, ел билеушілердің әділетсіздігін жырлайды. Ол күндерде еліміздің тізгіні өзіміздің қолымызда болмаған. Отаршылар елді зарлатып, жерін, қонысын алып қойған. Халыққа шектен тыс салық салып, озбырлық танытқан. Қарсы шыққан адамның басын кесіп, немесе абақтыға жаптырған. Мұны мына жолдардан аңғаруға болады. Мына заман қай заман, азулыға бар заман, азусызға тар заман деп ел билеушілердің зорлық-зомбылығын айтып отыр. Ал қазір еліміз тәуелсіздігін алып, бейбіт тыныш өмір сүрудеміз. Адам құқығы қорғалған заман. Барлығы заң аясында қарастырылады. Жастарға барлық жағдай жасалып отыр. Тегін білім алып, өз болашағын өзі қалағандай құруына мүмкіндігі мол. Осындай бейбіт өмірдің қадірін түсіне білуіміз қажет. Екінші тапсырма: берілген өлең жолдарындағы автор бейнесіне талдау жасап, оған жыр жолдарынан дәлелдемелер келтіріңіз. Еменнен күшті ағашпын, еселесең сынбаймын. Алдаспанға жолықтың, түбіңе жетпей тынбаймын. Топ бастаған бұлбұлмын, сөз бастаған жүйрікпін. Судан шыққан сүйрікпін, бәйгеден озған дүлдүлмін. Шығарма қатаған үніңді, есіңе сақта бүгінгі, қанатың сынған күніңді. Екінші тапсырма жауабы: бұл өлең жолдарында автордың бейнесі берік, табанды, мақсатқа жетуге ұмтылатын, қиындықтардан қаймықпайтын тұлға ретінде берілген. Еменнен күшті ағашпын, еселесең сынбаймын деген жолдар арқылы автор өзінің ішкі күшінің, беріктігінің, қарсыласуға қабілеттілігінің жоғары екендігін көрсетеді. Емен беріктіктің символы, ал автор одан да күшті екенін айту арқылы өзінің күш-қуатына сенімділігін, табандылығын білдіреді. Алдаспанға жолықтың, түбіңе жетпей тынбаймын деген жолдар автордың мақсатқа жетудегі табандылығын, қиындықтардан қаймықпауын көрсетеді. Алдаспан кедергінің, қиындықтың метафорасы. Автор қандай кедергілер болмасын, мақсатына жеткенше күресуге дайын екенін білдіреді. Түбіңе жетпей тынбаймын деген сөз тіркесі автордың қажырлы еңбегін, тұрақтылығын анық көрсетеді. Сондай-ақ топ бастаған бұлбұлмын дегені өзінің көшбасшылық қабілетін танытуы, сөз бастаған жүйрікпін дегені шешендігін, сөзге тапқырлығын көрсетеді. Тағы басқа. Бағалау критерийі: тапсырма, дескриптор, білім алушы.
Шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдайды. Шығарма сюжетінің бөлшектерін салыстырады. Шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдайды. Екінші тапсырма. Шығармадағы автор бейнесін анықтайды. Автор бейнесін анықтайды. Шығармадағы нақты мысалдар келтіреді. Барлығы 8 ұпай.